мен мектепке кетіп жатырмын. 20-ге яғын. Достар, біз 20 сабағына келдік. Мына жерде менің класстастарым отыр. Қазір енді бастаймыз. Достар, біздің мектептің технология кабинеті. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нүктелермен Сурет салу. Жақсы есімізге түсірейік. Біздер қай сыныптан бастап өтіп едік осы? Нүктелермен. 4-ші сыныптан. 3-ші сыныптан бастап өткен едік қой. Ал осы нүктелермен сурет салуды қалай атайды негізі? Квантилизм. Квантилизм әдісі. Оның қазақшасы нүкте деген. Квант деген француздың сөзі. Қазақша аударғанда нүкте деген мағынаны білдіреді. Яғни нүктелермен сурет салу. Бұл біздің әдеттегі сурет салғанымыздан тыс, дәстүрден тыс әдіс түрлеріне жатады екен. Енді оған қандай құрал қолдануға болады? Көріп тұрғанымыздай балдар, мына жерде міне жаңағы біздің бұған айтқанымыздай, мына күнделікті тұрмыста қолданылатын таяқшаны арқылы салуға. Бұл өте жеңіл әрі қызықты. Мысалға, осы арқылы мынау міне сіздер сияқты оқушының салған суреті міне. Осы арқылы дақ түсіру арқылы, нүкте түсіру арқылы міне мынандай әдемі композициялар шығаруға болады екен. Енді мында балдар міне. Мынада да осы әдіспен қолданған өте керемет әдемі көрініс пайда болды. Мұғалім менің анам. Танысып қойыңыздар. Достар, мінекей мен ағаштың діңін бояп болдым. Енді әрмен қарай мына таяқшалармен оның жапырақтарын саламыз. Достар, мен салып болдым. Неке. Достар, қалай әдем шықты ма? Достар, осымен менің видеом тамамдалды. Ұнаса лайк басыңыздар, және комментарий жазыңыздар, және біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Қыздар, сау болыңыздар.